Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз әлемдегі ең жұмбақ әрі ең қорқынышты жерлердің бірі туралы айтамыз. Бұл Бермуд үшбұрышы. Көптеген адамдар бұл жерді жай ғана мұхиттың бір бөлігі деп ойлайды. Бірақ дәл осы аймақта ондаған ұшақ пен жүздеген кеме із-түзсіз жоғалып кеткен. Бұл жай ғана кездейсоқтық па? Әлде адамзаттың әлі білмейтін бір құпия бар ма? Қазір соны бірге анықтайық. Алдымен оның қай жерде орналасқанына тоқталайық. Бермуд үшбұрышы Атлант мұхитында орналасқан. Ол Майами қаласы, Бермуд аралы және Пуэрто-Рико аралының арасындағы үлкен аумақты қамтиды. Картадан қарағанда бұл аймақ үшбұрышқа ұқсайтындықтан оған осындай атау берілген. Жыл сайын осы аймақ арқылы мыңдаған кеме мен ұшақ өтеді. Көпшілігі еш қиындықсыз сапарын жалғастырса, кейбіреуі қайтып оралмайды. Бірақ кейбір оқиғалар ондаған жылдар бойы адамдарды таңғалдырып келеді. Ең танымал оқиғалардың бірі Flight 19. 1945 жылдың 5 желтоқсанында 5 әскери ұшақ оқу-жаттығу тапсырмасын орындау үшін көкке көтеріледі. Біраз уақыт өткеннен кейін олармен байланыс үзілді. Іздеу жұмыстары жүргізілгенімен ұшақтардың нақты тағдыры анықталмады. Бұл оқиға Бермуд үшбұрышы туралы аңыздардың кең таралуына үлкен әсер етті. Бұл жалғыз жағдай емес, әртүрлі жылдарда осы аймақта бірнеше кеме мен ұшақ жоғалған туралы деректер кездеседі. Кейбір оқиғаларға нақты түсініктеме берілсе, кейбірі әлі күнге дейін талқыланып келеді. Осының бәрі көптеген теориялардың пайда болуына себеп болды. Кейбір адамдар бұл жерде бөтен ғаламшарлықтардың қатысы бар деп сенеді. Басқалары уақыт пен кеңістіктің ерекше құбылыстары болуы мүмкін дейді. Тағы бір кең тараған аңыз бойынша Бермуд үшбұрышы ежелгі Атлантида өркениетімен байланысты болуы мүмкін. Яғни Бермуд үшбұрышы Атлантида өркениетінің дәл үстінде орналасқан. Алайда бұл теориялардың ешқайсысы ғылыми түрде дәлелденбеген. Ғалымдардың пікірінше, бұл аймақта ауа райы өте тез өзгереді. Мұнда күшті дауылдар, биік толқындар және қауіпті мұхит ағындары жиі кездеседі. Осындай табиғи жағдайлар теңіздегі және әуедегі апаттардың негізгі себептерінің бірі болуы мүмкін. Соған қарамастан, кейбір оқиғалардың барлық сұрағына әлі нақты жауабы табылған жоқ. Сондықтан Бермуд үшбұрышы бүгінге дейін әлемдегі ең жұмбақ орындардың бірі болып қала береді. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңдар. Келесіде бұдан да қызығырақ видео түсіретін боламын. Көріскенше.